Ассаламу алейкум YouTube көрермендер. Есім Бекзат Мұстафин болады. Осы Каспий саласында жұмыс істейміз. Каспийді сабақ үйретеміз, Каспиймен сауда жасаймыз және де опытын сатамыз. Алдыңғы сабақтарда біз Каспиймен қандай товарларды тез салуға болады, біреудің артына қалай тіркеліп алды, соларды көрсеттік. Бүгін көрсетеміз Каспийде жаңа товарды қалай создавать етіп, новый товарды. Сол кезде пайда өзіңізге көп қалады. Солай қалай новый товар создавать ететінін көрсететін боламыз. Карточка дейді ол сияқты, міне карточканы көрсететін боламыз. Қазір мен өзіміздің кабинетке кірем. Мына паролін өзіңіз енгізесіз. Ары қарай міне новые, самой доставка дейді. Осының бәрілеріне өтіп, управление товарымен осы жерге кіреміз. Ары қарай добавить товар дейсіз. Мына жақта товар саласы басқа жерден әкеліп болсаңыз. Ал егер новойдан создавать етсеңіз, міне создавать новый товар дейді. Осын басасыз. Екінші сіз не нәрсе саласыз, соған екінші конкурентке Каспий магазинге кіреміз. Мен қазір колонка салам. Мына колонканы салам қазір. Колонка қайсысын салса да андай маңызды емес. Мына жақта только категориясы маңызды. Мына категориялар таңдау керексіздер. Қазір мына қараңыз. Көрдіңіз бе, мышканы Каспий магазинге кірдік. ТВ, аудио, видео. Енді мына жаққа кіреміз. ТВ, аудио, видео дегенді таңдау керек бізге. Так, мына жақта тұр. ТВ, аудио, видео. Бастық. Енді екінші жаққа кіреміз. Не таңдалған? Аудиотехника көрдіңіз бе? Мына аудио, видео, екінші аудиотехника. Мына жаққа кіреміз де аудиотехника таңдаймыз. Басылды. Үшінші портативный колонки деп тұр. Колонка. Кетеміз де мына жаққа портативный колонканы іздейміз. Так. Қайда? Жоқ. Міне портативный колонкамын таптым. Енді ары қарай осымен болды. Енді далее деу керек. Болды. Бізде міне категорияны таңдадық. Ашылды бізде мына категория. Енді мына жаққа артикул дейді. Өзіңіз нумерация қосасыз. Өзіңіз бір номерлер жазып, артикулын жазып қоясыз. Міне біз осылай жазып қойдық. Название товара. Колонканың аты қандай? Соны сұрап отыр. Колонканың аты. Колонканың атын жазамыз қазір. Мына жерге ағылшынша жазу керек. Или орысша да бола береді. Название товара. Енді брендке Габаи. Габаи деп қойдық. Брендке тип. Мына жақта өзіңіз колонканың атын, мына жаққа брендті жазсаңыз болады. Сіз мысалы домкрат сатып алсаңыз, название домкраттың атын, мына жақта сол домкраттың фирмасын жазасыз. Мына жерге көрдіңіз бе? Мына жақта домкраттың атын, мына жақта фирмасын. Тип дегенге бұл стерео. Так, типане. Міне мен өзіме салатын колонканы қазір тауып аламын да. Соған ұқсатып саламыз қазір. Так, мен салайын деп отқан колонка мынаған ұқсайды. Так, бұл мына тұр екен. Мынаған ұқсайды азы. Қазір осының категориясынан қарап, мына характеристикасы өзіңіз білмесеңіз, мына қарасаңыз болады. Тип моно. Бізде мына жақта мононы таңдайық. Тип питания дейді. От сети. Бұл аккумулятордан алынады. Ауда аккумулятордан.
Аккумулятор и вот аккумулятор. Так. Таңдадық. Ары қарай қанша сағат шыдайды мынау дауысы батарейкасы? Бұл да 7 сағат шыдайды примерно. Карта память бар ма? Бар. Мощность ватт. Қаншалықты мощный жаңағы затыңыз, соны сұрайды. Мына достар, қараңыздар, біз қазір толтырдық. Осы жерде полный толтырасыздар. Артикул жаздық, мына жаққа мына название товар жаздық. Ары қарай бренд кейбейді қойдым. Мына тип, аккумулятор, осы жердің бәрін толтырасыздар. Осылай барлығын толтырасыздар. Одан кейін төмен жаққа сурет қоясыз. Бірінші сурет негізгі ақ фон болу керек. Кейбір жағдайда бар, өткізіп жібере береді негізі, ақ фон болмаса да. Негізі көп жағдайда ақ фонмен ғана өткізеді. Қазір біз міне ақ фонды саламыз. Өзіміз бағана дайындап қойған суреттерді. Так. Олар қайда? Осы жаққа түсіріп жіберіп дайындап қойғанбыз біз жаңа. Соны қазір саламыз. Міне осы суреттерді осылай саламыз. Так. Мына кейіңіз ақ фон болу керек, өйткені ақ фон болмаса көп жағдайда өткізбей қояды. Бір жағдайларда өткізеді, сол қалай тексергеніне байланысты ма сондай. Көбінесе өткізбейді негізі. Ақ фонмен салдық қазір біз. Тағы бір дөңгелегімен түсірдік, что бұл ерекше жерлерін түсірсеңіз болады. Көп колонкілерде дөңгелек болмайды, осылар дөңгелек болады екен. Сол жерлерін түсірдік мұны. Фото көп болса, клиентке сізге звондамай-ақ сразу ала беретіндей, клиентке түсінікті қылып түсірген негізі жақсы. Мына осылай сурет салдық. Ары қарай далее дейміз. Енді мынаяққа сіз бағасын қойасыз. Бүкіл Қазақстан бойынша или осылай Алматы қаласы бойынша ғана сатамыз. Бағасын қояйық. 199.999 теңге деп қойдық. Бағасын сохранить дейміз. Бағасы мынау қазір сохранить етіліп жатыр 3 күнмен. Ваш товар успешно доволен. Товар будет перемещен в разделе отправление запроса. 3 күн мен 10 күннің арасында осы зат шығады. Не шықпауы да мүмкін. Шықпаған жағдайда не істейміз? Мына шықпаған жағдайда қазір отправление товарда тұр ғой. Егер шықпай қалса, требует уточнить. Мына толығырақ ақпаратты беруіңізді сұраймыз дейді. Осы жақта толық ақпарат беру керек. Мына ішіне кіріп дұрыс емес толтырылған жерлерді басынан толтыру керексіз. Мына осылай достар, заттар саласыздар Каспийге. Астына комментарияға жазып кетіңіз. Түсінбесеңіз, сіздермен болған мен Бекзат Мұстафин. Келесі видеода көріскенше, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух.